Сәлеметсіз бе апай? Сәлеметсің бе отылауы, қалайсың? Жақсы, апай, бүгін біз шығарма жазамыз деп едік қой. Әрине жазасыңдар, тақылып әйет уауы. Сендер әйенің бейімді хүнш уауы жазат, боласыңдар, жарайды ма? Жарайды апай, менің папам өте мейірімді. Мен сол мейірімділігі туралы жазатын боламын. Менің әкем өте мейірімді. Ол біздің отбасыға байлық, бақыт және ақша келеді. Менің әкем мейірімділігі өте күшті. Менің анам ол келгенше үйдің бәрін жинап ұстап отырады. Ал әкем болса оған келіп күнделікті сыйлықтар беріп отырады. Және де әкем анама үй жұмысына көмектеседі. Себебі анам өте алмайды. Оған өздері сыйлық етіп, солай анам екеуі бірге өте тату. Әкемнің мейірімділігі өте күшті. Ол анамды ешқашан ұрмайды, соқпайды және жұбатпайды. Анама білмәле болса, оны әрқашан жұбатуға дайын тұрады. Және де менің әкем балалар үйінің бастығы. Ол өте мейірімді, әрі ақкөңіл, жақсы адам. Оның балалары өте күшті. Оларды тастап кеткен бөпе кездерінен бері біледі. Оларға мүлдем ұрыспайды. Шаштарын да тарап, қыздардың шаштарын өріп, ұлдарға ерлік жасауды, қыздарды сыйлауды үйретеді. Әкем оларды өздерінің балаларындай жақсы көреді. Бірақ менен артық емес. Әкем сондай күшті. Оларды өлтірмеген, жұбатпаған. Әкемнің сондай күшті екені, ол байлық та ақша да таба алады. Солай, менің әкем өте мейірімді адам. Сонымен қатар менің әкем көшеде көрген кісілерге көмегін созып, ешқашан оларды көмексіз қалдырмаған. Әр адамға мейірімділікпен қарап, жылы сөзбен сөйлеген. Әкемнің сондай күштілігіне менің де арқам бар. Әкем екеуміз әрқашан сөйлесіп, оны бірге жақсы көремін. Мен анам екеуміз де отбасымыз да сондай қатты бақыттымыз. Әкем осындай күшті адам десем де болады. Ал енді менің шығармамды біттім апай. Тақтаға шығып айтсам болады ма? Апайым қайда кеткен? Ал енді апай, мынау менің шығармам. Шалайсың, ел қайта десем болады.